Кеш ұйықтаудың қауіпті тұсы. Көп адам ұйқыны уақыты келгенде ұйықтаймын ғой деп жеңіл қабылдайды. Бірақ кеш ұйықтау денсаулыққа үлкен зиян. Адам ағзасы тәулік ырғағына, биологиялық сағатқа бағынады. Ол 22:00-00:00 аралығында демалуға, жасушаларды қалпына келтіруге арналған. Неліктен 22:00-де ұйықтау маңызды? Бір мелатонин гормоны осы уақытта бөлінеді. Бұл ұйқы гормоны ағзаны тыныштандырып, иммунитетті күшейтеді. Егер сен 23:00-00:00-ден кейін ұйықтасаң, бұл гормон аз бөлінеді, нәтижесінде таңертең шаршап оянасың. Жүрек пен ми демалады. 22:00-02:00 аралығы ағзаның ең маңызды тынығу уақыты. Егер сол уақытта ұйықтамасаң, жүрекке жүйке жүйесіне салмақ түседі. Терінің қалпына келу уақыты. Ұйқы кезінде тері жасушалары жаңарып, әдемі сау күйде болады. Кеш ұйықтау бет терісін бозартып, безеулердің пайда болуына әсер етеді. Есте сақтау мен көңіл күйге әсері. Кеш ұйықтайтын адамдарда есте сақтау қабілеті төмендейді, ашушаңдық пайда болады. Себебі ми жеткілікті демалмайды. Семіздік пен стресс қаупі артады. Ұйқы азайғанда кортизол, стресс гормоны көбейіп, тәбет ашылады. Соның салдарынан артық салмақ жиналуы мүмкін. Қалай дұрыс ұйықтау керек? 21:30-22:00 арасында жатып, жарықты өшір. Телефон, теледидар, әлеуметтік желіден алыстап, миға дем бер. Ұйықтар алдында жылы сүт, шөп шай ішу тыныш ұйықтауға көмектеседі. Қорытынды. Кеш ұйықтау ағзаны шаршатып, денсаулықты әлсіретеді. Ал 22:00-де ұйықтау ұзақ өмір мен жақсы көңіл күйдің кілті.